Сызуды оқытудың тарихына қысқаша шолу. Ресейде сызуды жүйелі түрде оқыту 18 ғасырда басталған. Бірінші Петрдің дәуірінде Тау-кен заводының мектебінде сызуды оқыту саласында алғашқы қадам жасалған. Мұндай мектеп 1721 жылы Екатеринбургте ашылған болатын. Тау-кен завод мектебінде сызу негізгі пәндердің бірі болып есептелген. Ондағы оқушылар цехтардың жоспарын, машина бөлшектерін сызумен шұғылданған. Бірақ бұл кезде сызбаларда өлшемдер қойылған жоқ. Олардың кейбір өлшемдер сызбаның қосымша жазбаларында ғана берілді. Сонымен қатар сызу 18 ғасырда гимназияларда оқытылды. Ол кезеңде Ресейдегі Петербургта 1725 жылы, Москвада 1755 жылы, Қазанда 1758 жылы гимназияларда оқытыла бастады. Гимназиядағы сызу материалдары геометрия курсының ішінде оқытылды. Оқушылар сызба құралдарының көмегімен көп қырлы модельдер дайындауға қажетті жалпақ фигураларды, сызбалардың сызбаларын сызумен айналысты. Бұл жердегі сызуды оқыту барысы дайын сызбаларды көшіріп сызу мен механикалық жаттығуға негізделді. 1828 жылдан бастап сызуды оқыту орта мектепке енгізілді. 1828 жылдан бастап сурет пен сызу жалпы бір бағдарламаға біріктіріліп, оны сурет мұғалімі оқытатын болды. Гимназиялар бағдарламаларында ең бастысы сызғыш пен циркульді пайдалана отырып, үлгілер бейнелерін көшіру жолымен сурет салу дағдысын дамыту қарастырылды. Сызу курсының өзіндік міндеттері сурет салудың жалпы міндеттерінің тасасында қалып қойды. 1871 жылы сурет мектептегі міндетті емес пәндердің қатарына қосылды. Оның ішінде сызу да болды. Бұл сабақ мектептегі жалпы сабақтар біткен соң тек қана сызуға ынтасы бар және қызығушылығы бар оқушылар үшін ғана өткізілді. Кейінгі уақытта сызу гимназияның оқу жоспарынан шығарылып тасталды. 1872 жылдан бастап гимназиялармен қатар реалды училищелер ашылды. Гимназияларда сызу сурет пәнінің қосымшасы ретінде болса, училищеде сурет сызудың қосымшасы ретінде танылды. Бірақ сызу суреттің қосымшасы болудан арылғанымен, ол қолданбалы пән ретінде болып, оны мектепте математика мұғалімі геометриялық сызу ретінде өткізді. Қазан төңкерісінен кейін жаңа бірыңғай еңбек мектептері құрылды. Кеңес мектебіндегі сызу курсының бағдарламасына геометриялық, проекциялық, техникалық, аксонометриялық, проектілеу мен техникалық сурет тақырыптары қосылды. Бірақ осы жылдардағы оқу жоспарында сызудың дербестік мәні болған жоқ. Мысалы, геометриялық құрылым мен ортогоналдық проекциялауға қатысты материалдар математика бағдарламасында болса, техникалық сызбаға қатысты материалдар еңбек пен физика пәнінің бағдарламасында болды. Сол сияқты көрнекті бейнеге қатысты материалдардың барлығы бейнелеу өнерінің бағдарламасында болды. 1932 жылдан бастап сызу дербес пән ретінде бөлініп шықты. Оқу бағдарламасында геометриялық сызу, проекциялық сызу, аксонометриядағы сызба, нұсқадан сызу атты 4 білім болды. Сызудан алғашқы оқулық 1934 жылы жарық көрді. Ол Гордон жазған техникалық сызу негіздері деп аталатын оқулық еді. Оқулық проекциялық сызудан және техникалық сызу элементтерінен басталып, онда жазықтық бетінден құрастыру жүйелі түрде баяндалды. Сонымен сызуды бұл жылдардағы оқыту
оқушыларды жартылай техникалық дайындау міндетіне сай ұйымдастыруға толық жағдай жасалынды. Бірақ ол кейінгі кезде мазмұны жағынан да, әдістері жағынан да елеулі өзгерістерге ұшырады. 1934-1935 оқу жылындағы оқу жоспарында сызуды оқыту 6-10 сыныптарға бөлінді. Бағдарлама революцияға дейінгі ескі оқыту дәстүріне қайта оралып, сызу көптеген геометриялық формулаларды орындау болып табылатын сызу техникасының іскерлігі мен дағдыларын жетілдіретін пән ретінде қарастырылды.